таусылмай кәсіп етсін, әр кәсіпте ол кәсіп етсіндер. Өз сөзін бастайын. Біз Қарқалапай ұлттық ойындар орталығы осы Қарағанды қаласында ұрпағымызды ұлттық ойындармен шыңдайық деген ұранмен ұлттық ойындарымызды дамытып жүрген орталықпыз. Ал енді қазіргі таңда көптеген іс-шараларға мастер-класстар өткіземіз, той-думандарда осы ұлттық ойындарымызды ойнатып, әрі қарай дамытудамыз. Ал енді сіздерге сұрақ қояйын, қандай ұлттық ойындарды білесіздер? Қарқалапай, тағы да. Қалай? 9 құмалақ қалсын. Арқандамыз. 5 тас. Жасы шақтарыңыз сағынсыздар ғой дейм, Так, ләң, қысқы ол дейм. Сіз көп қашқан қысқы ол дейм. Так, ләңі деді ғой дейм, Ләңі, кім ойнады? Қолы көтеріңіздерші. Ләң ойнағандар бар ма? О, жас балалар тамаша. Енді бұл қуанағанда неге сұрап жатыр? Себебі еске түсірейік дегеніміз ғой. Ал енді сіздерге басқа сұрақ қояйын. Сөзсіз өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді қандай екенін қолдарыңызбен көрсетіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Ай тамаша, бір ту қол қошемет көрсетіп көрсетіңіздер. Ал енді сіздер білесіздер ме? Мына белгіні біздің ата-бабамыз ойлатқан. Кім біледі? Ал енді ол мына менің қолымдағы қазір садағат үлгісінен. Кезінде негізі қазіргі таңда 2 стиль бар адамның. Ол біріншісі Европа стилі деп мен оны көрсетейін. Бұлайдан 2 саусақ көрсетейін. Сондықтан Европа жақта бұлай көрсетеді. Ал енді қазақша ұстау стилі. Осылай тапқан кезде, себебі аттың үстіне жүрген кезде оқ шайқалмайды. Сол кезде жауынгерді таңдаған кезде оның бүкіл денелі жүйесі толық екенін, оның садаққа жарамды, ұрысқа жарамды екендігін білу үшін жай ғана осы саусақты көрсеткен. Мына саусақ болмаса не садақ ата алмайды, не қылыш тайылмайды. Сондықтан сөзсіз-ақ өзінің жағдайының дұрыс екенін, жауға шабуға өзінің дайын екенін көрсету үшін бүйтіп саусақты көрсеткен. Ал тағы да бір көрсетіп жіберейік, көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Ал енді бізде кішкене көрініс көрсетейік. Мына қуыршақтар артқа қарай тұрса, оң жақ сол жаққа қарай. Ал енді балалар біріншісі асықты ар жаққа тізіп ойнай беріңдер. Осы жерде ойнай бересіңдер ме? Балалар өздері біледі ғой қане дейді. Сертификаттары көп, бәрімізге таратуға дайынбыз. Ал егер сертификаттарымызды айтып, сыйлықтарыңызды алып келеміз. Асыққа байланысты. Асық ойнаған озат, доп ойнаған озат, бәріне қоймаған, құйрық жеген озат деген бұрын. О, бәрекелді. Шапалақ ұрып қойған апамызға. Көңілге жақсы болу үшін асығың алшысынан түссін дейді. Әмин. Рахмет. Иә. Жол болған балалардың асығы алшысынан түседі деп жатыр. Рахмет сізге. Тағы қосымша. Ағар айтқан кезде келіске қалай. Сіз қайда болдыңыз жаңа? Сіз айтып жүріңіз ғой, жақсы мақтан. Апамыз айтқанда қайталап бердіңіз